Сәлем достар, сіздермен бірге мықты кино каналы. Фильмді бастамас бұрын міндетті түрде каналға подписка жасап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Бұл Клэр Петерсон. Ол жақын арада өз күйеуімен ажырасқысы келеді. Өйткені оның күйеуі Гаррет өз хатшысымен махаббатпен айналысып, әйелінің көзіне шөп салған. Әрине, Клэр Гарретті үйден қуып шығарады, және де Гаррет пен оның ұлы Кевин арасындағы қарым-қатынас бұзылады. Клэрдің ең жақсы құрбысы Вики Лансинг Клэрді қиын сәттерде қолдайды, және де қағаздарға тез қол қойып, Гарретпен ажырасуды сұрайды. Бір күні кешкісін Гаррет үйіне кешкі асқа келеді, және Кевин мен Клэрді балық аулауға шақырады. Бірақ Клэр болса бас тартады. Өйткені Клэр оның күйеуі сатып кеткен үшін әлі уайымдап жүр. Сонда да Кевинге балыққа баруға рұқсат етеді. Келесі күні Клэр Кевинді балыққа шығарып салуға дайындалады. Үйден шыға берісте гараждың есігі істемей қалып, Клэр гараждың есігін өз қолымен ашуға барады. Осы уақытта көрші Ной деген бала келіп көмектеседі. Клэрдің көршісі коляскада отыратын шалдың племяннигі болып табылады. Осы кезде Ной гараждың есігін жасап беруге көмектесем деп, Кевин екеуі құрылыс дүкеніне аттанады. Шал Клэрге Нойдың ата-аналары былтырғы жылы қайтыс болып, қазір бұл балаға қиын болып жүр дейді. Кевин Нойдың осы жылы олардың мектебіне көшетіні туралы біледі. Айтпақшы, бұл мектепте Клэр литература пәнінен сабақ береді. Кевин бір мектепте оқитын қызды аңғарады. Оның есімі Элли Каллахан. Ол дүкенде жұмыс істейді. Кевин бұл қызды мықты сүйеді, бірақ оны көрген сәтте мықты қобалжиды. Ной болса Кевиннің ана қызға барып ұялмай сөйлескенін сұрайды. Кевиннің духы жетпей кетіп қалады. Осы кезде Ной ол қызбен өзі сөйлесіп алады. Сәлден кейін скейтбордпен жүрген 3 панк бала Кевинге келіп тиіседі. Бұны Элли көреді. Шал больницада жатқанша Ной Кевинмен көп уақыт өткізуге тырысады. Бір күні Клэр Нойды кешкі асқа шақырады. Осы кезде мектепте литературадан сабақ беретінін өзі айтады. Алпан Терез Ной болса, Гомердің цитаталарын айтып, Клэрді таңғалдырады. Уақыт өте Ной Клэрдің үйінде коробкада жатқан туфлиларды байқайды. Клэр бұл туфлилар Викидан сыйлық екенін айтады. Ной бұл туфлилар сексуальный болғысы келетін қыздар үшін арналған дейді. Ал Клэрге ондай болуға тырысудың қажеті жоқ екенін айтады. Өйткені ол итаки сексуальный. Кейін қатты кетіп қалған үшін Клэрден кешірім сұрайды. Кевин мен Гаррет балық аулауға кетіп қалған кезде Клэр кешкі свиданияға дайындалады. Терезеге қарап қалған кезде жалаңаш Нойды көрші терезеден байқап, ұзақ қарап тұрады. Ной бұны байқап қалады. Клэр тез арада тығылып қалады. Кейін Клэр өз құрбысымен двойной свиданияға барады. Онда Вики және оның жігіті и тағы Купер есімді бір чувак болады. Купер литератураны жамандайды. Оған қарамастан официант қызға қырындайды. Бұның барлығы Клэрдің жынына тиеді. Клэр тұрады да үйіне кетіп қалады. Сәлден соң Ной хабарласып тауықты микроволновкада қалай ерітетінін сұрайды. Клэрді келіп көмектесіп жіберші дейді. Нәтижесінде Клэр Нойдың үйіне барып, тауықты дұрыстап әзірлеп, оны жеуге қалады. Ной Клэрмен флиртовать етеді. Ал Клэрге бұл ұнайды, бірақ бұл дұрыс емес екенін айтады. Ной жалғастыра береді және Клэрді сүйе бастайды. Соңында Клэр сынып қалады да, олар түні бойы махаббатпен айналысады. Таңертең Клэр түнде болған нәрселер туралы өкіне бастайды және дұрыс емес екенін айтады. Бұл Нойдың жынына тиетте, ол мықты жынданып есікті бұррады. Кевин мен Гаррет балық аулаудан оралады. Олар Клэр үшеуі түскі ас ішіп жатқан кезде Ной келеді. Клэр печенье алып келеді. Жігіттер балық аулауда болған кезде не болғанын айттым ба деп Ной Клэрден сұрайды. Клэр ыңғайсызданады. Ной мықты шторм болды дейді, ал Гаррет болса судың жағасында тыныш болды дейді. Кевин Нойға печенье береді. Ал Ной оған мен сенің ананың печеньелерін мықты ұнатам деп айтады. Мектептің жаңа оқу жылы басталады. Клэр өзінің бірінші сабағын бастап жатқан кезде директор кіріп, оның сыныбында жаңа оқушы Ной болатынын айтады. Директор бұны Клэрдің өтініші бойынша жасады деп айтады. Ной оның компьютерін бұзып, директорге жалған хат жібергенін түсінеді. Енді Клэрге Ной біртүрлі болып көрінеді. Оған қарамастан Кевин мен Ной бірге көп уақыт өткізіп жақсы дос болады. Олар машинаға отырып, екеуі бірге орманға барады. Ол жерде Ной апельсиндерді қойып, Кевинді өз әкесін жек көруге мәжбүрлейді. Мотивацияға тойып алған Кевин өз әкесіне оны жек көретінін айтып, солдан тұрып кетіп қалады. Кейін Ной мен Кевин спортзалға келеді. Әкесіне ашулы Кевин грушаны ұра бастайды. Мықты жынданып кетіп, ол есін жоғалтып құлап қалады. Ной осы арада шкафчикке жүгіріп, адреналинді Кевиннің аяғына салады. Кевин сәлден соң есін жияды. Осы кезде Клэр жұмыста болады және оған біреу гүл сыйлайды. Вики бұл гүлдер Гарреттен шығар деп ойлайды. Клэр Гарретке хабарласып, ол сыйламаған түсінеді. Ной сыйлағаны ойына келеді. Клэр Нойды тауып алып, бұл не деп сұрайды және итеріп жібереді. Бұл жағдайды директор көріп қалады. Кевин құрылыс магазиніне қайтып барады да Эллиді қыдыруға шақырады. Элли ол бара алмайтын туралы айтты, бірақ күзде болатын вечеринкаға баруға келісті. Клэр мен Гаррет свиданияға барады. Гаррет онымен флиртовать ете бастайды. Алайда Клэр оған әлі де ашулы. Гаррет болса онымен барлығын қайтадан бастауға дайын. Бұның барлығын
көріп қалған Ной таңертең жынданып Клэрден не болғанын сұрайды. Мектепте Кевинге алдындағы панк балдар келіп тиіседі. Бір күн боксқа барған Кевин духқа тойып алып, олардың бытыштын шығару үшін тұрайын деп жатқан кезде Ной келіп тырлатып барлығын құлатады. Вики келіп оларды айырғысы келеді, бірақ Ной Викиді итеріп жібереді. Нойды басқа мұғалім алып кетеді. Нойды директор кабинетіне шақырады. Онда Вики Нойдың бұрынғы мектебінен документтер келмегенін айтып, оны ол мектептен қуып жібергені туралы айтады. Ной оған сасық деп айтады. Вики Нойға шапалағын бергісі келген кезде Ной оның қолын мықты ұстап алады. Ной кетіп қалады, ал Вики оны мектептен қуып жібереді. Клэр Кевинді күзгі вечеринкаға шығарып салып, Эллидің қасына әкеледі. Элли ұлдардың туалетінде су ағып жатқан туралы айтады. Клэр суды өшіруге барған кезде жарда үлкен әріптермен «Мен Клэр Петерсонмен ұйықтадым» деген жазуды көреді. Қараңғыдан Ной шығады да Клэрді құшақтағысы келеді. Бірақ Клэр бір жерінен тебеді де «Менің отбасымнан аулақ жүр» дейді. Түнде Клэр оянып тұрады да терезеден Нойды жалаңаш көреді, ал Элли одан сорып жатады. Ной бұны әдейі жасап жатқан секілді. Келесі күні балалар сыныпқа кіре алмай тұрады. Клэр есікті ашып кірген кезде барлық жерде олардың Ной екеуі махаббатпен айналысып жатқан суреттер ілініп тұрады. Тіпті принтерде осы суреттер шығарылып жатады. Директор келмей тұрып, Клэр бұл фотолардан тез-тез құтылғысы келеді. Директор Клэрдің соңғы кезде қылықтарына таңғалады және олардың Ной екеуі арасындағы болған түсініспеушілікті көргенін айтады. Гаррет Кевинді мектептен алып кетеді, рөлге Кевинді отырғызады. Кевин тез жүріп келе жатырып, тормоз жасамай қалады. Кевин басқа екі машинаны тиюге жаздайды, бірақ Гаррет оған көмектесіп, соңында олар жанында тұрған су бөшкелеріне түйіседі. Клэр үйіне қайтып келіп, машинаның соғысқанын көреді, ал Гаррет пен Кевин болса, олармен барлығы жақсы деп не болғанын айтпайды. Олармен бірге Ной да отырады. Кейін Ной Клэрге келіп фотолар туралы айтады. Оған қоса сол түнде болған нәрсенің барлығын видеоға жазып алған туралы да айтады. Оларды алғысы келсе, кешкісін оның үйіне келуін сұрайды. Ной оған видеоларды береді, бірақ бір шарт қояды. Клэр онымен ұйықтауды жалғастыра беру керек. Клэр келіспей кетіп қалады да барлығын Викиге айтады және одан көмек сұрайды. Вики оған Нойдың үйіне барып, видеоларды тауып алуға кеңес береді. Клэр ешкім жоқ кезде Нойдың үйіне барып, подвалда өзінің 100 шақты фотоларын көреді. Ал Нойдың ноутбугын тауып алып, олардың махаббат видеосын өшіреді және тағы да тормоздардың фотосын тауып алады. Клэр детектив Джомен кездеседі. Детектив Нойдың әкесінің микроавтобусы жүкті көлікпен түйісіп қайтыс болғанын айтады. Ной Викиді ұстап алып, үйіне алып келеді де байлап қояды. Викидің дауысын қолданып, ол аудио жазба жіберіп, Клэрді жылдам келуін сұрайды. Клэр келген кезде Викидің денесін тауып алады. Ол мықты шошып кетеді де полицияны шақырғысы келеді, бірақ Ной тап болады. Ной оның әкесі анасының көзіне шөп салғанын кесірінен анасы өз-өзіне қол жұмсаған туралы айтады. Сол кезде Ной әкесінің микроавтобусының тормозын өзгертіп, любовница екеуінің көздерін құртады. Ной Клэрді сарайға алып кетеді. Онда ұрланған Кевин мен Гаррет болады. Ной Клэрді өзімен бірге қалмаса екеуін өлтірем деп қорқытады. Клэр оларды құтқарам деп Ноймен төбелеседі. Ной бензинді төгіп, сарайды жағып жібереді. Клэрді қылғындырып жатқан кезде Гаррет өз-өзін босатып, Нойды жіппен қылғындырғысы келеді. Ной пистолетпен Гарретті атады. Осы кезде Клэр үшкір нәрсе тауып, Нойдың көзінен бір ұрады. Клэр Нойға сен батыр емессің деп айқалап рычагты тартып қалады. Үлкен темір двигатель Нойды езіп тастайды. Клэр, Гаррет және Кевин тұрып, бір-бірін құшақтап сарайдан шығып кетеді. Осымен фильм аяқталады. Осындай қызықты видеолар шыққан қаласаңыздар, каналға подписка жасап, колокольчик